Понада Хубачар алда Алтай айманның ұстық баста тұрызында өркі чөптің депутаты Михаил Саражаков позның хостарын чон анына сығарды. Көздігіні ол Хакас парламентіне Чибірге писчыл толчатқанына жарытча. Орындағы пост ұстаныс халық бірікістері пазашонар арасындағы телес комитетінің кінезі жайшы тоғысынан 10 азырышыл айғыз барер. Потустың арасына Михаил Алексеевич алтон қашағын қос жайып салған. Ненже көздік істірген. Аның тоғыстары бастыра Хакас серінің ырық шағын пұлыңыстарында полпар келерге шәрер. Тақ соғылар, жазы тайғылар, аймақ өңнерінің қарық өрінтішелер. Шибірге 8 қос прайсы пөзіксенде толдырылған. Болғын әкізі позның көңініне чатчатқан қосты көрті бар. Өркі шөптің байрымнықшылын танықтып, республиканың үгіреді заведениелерінде парламент уроктары иштірлері көрілші. Үгірін жатқан балалар келерлер анда үркі шөбінзер, аның депутаттар барабыз пысы школаларда, анда шоқтибіз, хайдақ история болған, ненже депутат анда тоғынғаннар, хайдақ тоғыз апарғыбыз. Республика чуқтаушыларын өркі шөптің тоғызының таныстырар пөгінің өдек сомлар көзде болар. Ол тез қостыры прай город аймақтарда тұрғызылар. Анды парламенттің Чибірге писчыл арасындағы тарқыны көзділер. Михаил Саражаковтың қостыр көздеті заң Хубачарда 3 неделе тоғыныр.